сәлем достар. Бүгін бізде қызық видео болайын деп тұр. Логикалық тапсырмалар берем балаларға. Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, келіп кетіңіздер. Бүгін бізде Алтынай мен Тоғжан және Рамазан. Мен балаларға логикалық тапсырма бергім деп тұр. Қараңыздар, қызық болады. Бізде бірінші логикалық тапсырма. Керек бізге спичка, шарпа және тиын. Алдым мен тиын. Баламды көсендір бар. Енді осы шырпыны жасаймын. Қазір айтамын. Поняла. 20 теңгені содан алып жүріп. Мына 20 теңгені Көтермей алу керек. Көтермей? Екі шірпіні қозғалту арқылы мынау тиын сыртында қалу керек. Немен жағында екі шірпіні ғана қозғалту керек. Бастарын істетіңдер. Енді италы көрсең, істеп көр. Істеп көрсін енді Рамазан. Жоқ, Рамазан. Тиынды қозғалтуға болмай ма? Екі ақ шірпіні қозғалтамыз. Еще дәл осылай қалу керек, жаңағы не осылай шығу керек фигура. Сен жанан қозғалсаң шығу көтеріп тұр. Тоғжан көрсін. Давай, Алтынай. Ал достар, сіздер білесіздер ма? Бұны жоғын комментарийге жаза отырыңыздар. Бұны барлығы білет негізі. Тиктокта, инстаграмда жоғын балалар білмей шығады. Неше шірпі қозғадың? Істей алмадың да? Мінекей өзі 4 сіріңке тұр ғой, шірпі. Соның екеуін қозғалту арқылы тиын сыртында қалу керек. Ал. Поняла. Кім жасай алады? Я не поняла. Жаңағы арамызда сөйтіп жасалған. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Ойланыңдар. Мама. Рамазан жасап отыр. Не болды? Екеу қозғалттың ба? Мама, мен түсіндім. Түсінсең қазір істейсің ба, жасайсың ба? Ал достар, сіздер бұл логикалық нені тапсырманы білесіздер ме? Екі ақ шірпіні. Жоқ, мұны бәрібір ненің тиын мынаның ортасында қалып қойды ғой. Мынаның ортасында қалмау керек, шығу керек. Кім біледі? Ойланыңдар. Қалай істедің? Бір шірпіні қозғалып. Қалай? Жоқ, екі шірпіні қозғалды. Ол тиын жылыспау керек ешқайда. Ортасында қалсатты. Ал достар, көмектесіңіздер. Комментарийге жазыңыздар. Таба алмадыңдар. Қалай таптың? Қалай таптың? Жаңағысы. Жоқ. Қайта бір нәрсені жасай беретіндер ме? Білмейсіңдер ме? Жоқ, мен білем. Енді білсеңдер көреміз. Білсеңдер сен? Алтынай қағазбен ручкамен сызып жасайын деп отыр. Ойласып отыр. Мама. Жоқ деймін. Мен көрейінші. Не? Қалай істейсің? Болды, білмейсіңдер әкеме. Жоқ. Жаңағыдай болмай қалды ғой. Мына жақ шірпі қалып қойды. Өзің істейші. Өзім істеймін ба? Иә. Жоқ. Не? Міне бұлар. Мына шірпіні аламыз да. Мына жаққа дейін жылыстамыз. Сосын былай қоямыз. Сіздерге көрінді ме, достар? Не көрінді? Міне бұл жаңа былай тұрды. Былай тұрды жаным, мама былай. Не, мен істедім ғой. Не, сеспе. Иә, міне. Сонда не ортасындағы тиынымыз. Сыртындағы ұста тұр. Қолыңды алсай. Мынаны аламыз да, мынаны жылыштып. Немесе былай қолмен жылыштып, мына екеуін бірдей қыламыз. Сосын мынаны былай қоямыз, міне. Жинау былай қарап тұр. Тиын сыртында қалды. Ал достар, біздің екінші тапсырмамыз логика. Дайынсыңдар ма?
Сіздерге көрініп тұр ма, достар? Міне 31 азайтылған 4 тең болады 20. Осыдан бір тал ғана спичканы қозғап, теңдікті дұрыстау керек. Сол бір ғана спичканы қозғап, теңдікті дұрыстау керек. Қалай дұрыс болады? Таптың ба? Ойланыңдар. Жеті емес, ол 4. 31 азайтылған 4 тең болады 20 шығу керек дейді. Ал қалай істегенде дұрыс болады? Бір талғаны спичканы қозғау керек, достар. Кәне достардан көмек сұраймыз. 9. Қайдағы 9? Көмек сұраңдар сай. Дұрыс па? Теңдік дұрыс. Достар көмектесіңдер. Теңдік етесіз. 31-ден 4 азайтылғанда 20. Қайсы қатенді дұрыстау керек. Енді шаштың ғой. Ал бұл ойланыңдар. Ойланыңдар. Қалай істеуге? Қозғап көріңдерсе немен? Қозғамайын. Не істеп жатсың, Докман? Тоғжан апарам. Тоғжан біз Докман дейміз, әжесі қойған баяғыда солай Докман деп. Оқымаш? Оқымасын емес? Мамасын солай айтам. Докман деп әжең қойды ғой. Сен туған кезінде Докман деген Докманға беріп келетіп қойған ғой. Докман. Өзінің әжесі. Не істеп жатсың, көрсетші бізге. Не? Сандар не жазып жатсың? Ол сандардың оған қатысы жоқ. Бар, қатысы бар. Қатысы бар деймін. Қандай қатысы бар? Ойланыңдар. Тек қана бір сіріңкені, яғни спичканы қозғау арқылы теңдікті дұрыстау керек. Қалай? Енді ойландарса 31-ден 4 алыңдар 20 деген болмайды ғой. Енді қалай? 31. Енді 31-ден неше алу керек? 4 алу керек. 31-ден 10 алу керек та? 4. Ойнап айтамын. 11-ден алу керек. Не, таптың ба? Все. Не болды? 31-ден 4-тегі нені? 11-ға өзгертілеміз. Алтынай дұрыс тапты, молодец. Бір спичканы қозғалтып ойланыңдар сайсын, логика. Сол кезінде 20 шығады дұрыс. Достар, бізде енді 3-ші тапсырма. Мынадай. Қараңдар, сендерге тапсырма. Міне, жақта 4-еу тұр, 1, 2, 3, 4. Мынау 3-еу. Бұл жерде 2-еу, бұл жерде 1-еу. Енді осы жерден бір қасықты алып, орнын өзгерту арқылы осыны кезінде жасау керек. Ана жағында 4-еу, жағында 3-еу. 1-еуін алып? Иә, 1-еуін ғана. Бір қасықты қозғап. Ал, тапса енді білсең. Қайда қоясың? Полтес. Месси. Енді дұрыс емес қой. Месси. Рамазан. Білесің бе? Рамазан. Сауап көрсін. Не, қайтады? Мен. Не болды? 2, 4 болып кетті. Ана орнына қой. Неге сабырлап отырсыңдар? Білесің бе, Рамазан? Білсеңдер. Ойланыңдар кішкене. Кішкене бастарды істетіңдер сен. Жоқ, дұрыс емес. Біреуін ғана қозғалтып па? Шықпайды ғой олай. Қозғалтып па? Шықпайды. Шықпайды. Қараңдар әне. Ал, істеші. Неге жауатса? Ал, вот. Біреуін алып. Ойбе. Қайда? Вот, 4-еу.
Не, төртеу, үшеу, мына екеу, біреу. Керісінше ал. Ал сен керісінше істеу. Ан жақта біреуден қайтадан мына жағында төртеу болу үшін. Бұндан ба? Ал достар, осымен біздің ойынымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Пока-пока. Біздің каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар.